Сондықтан өзімізде бастайын дедім, әйел мен еркек тең бола алмайды екен. Өйткені қаңқасынан бастап зерттейтін болсақ, әйел бөлек жаратылған, еркек бөлек жаратылған. Аяқ, орта бел, бас сүйек. Үшке бөлеміз. Аяқтың өзі әйелде 35-тен басталады, 40-қа дейін размер. Ал еркекте 40-тан басталады, 52, 53, 95-ке дейін баратындар бар екен. Кейбір жерде 120-ға дейін баратындар бар. Ондайды көрмеппін. Көрмегенде дұрыс болған екен. Одан кейін бел сүйек. Ол жерде де екі бөлек, бір-біріне ұқсамайды. Еркекте белі жамбас кішкентай, әйелде жамбас үлкен болады. Енді ол не ол, әйел жайлап жамбасқан ақтырасың ол. Жоқ. Әйелде жамбас біледі, жақсы біледі әйелдер. 90, 60, 90. Кейбірлерде 90, 60, 120 болады. Ондай бар. Ал кей жерде 320-ға дейін кетіп қалатын жерлер бар. Көрмеген дұрыс болған шығар. Әйелдер оған уайымдама. Өйткені әйелдердің жамбасы үлкен болғаны, ол жерде құрсақ тұрады. Ал еркекте құрсақ болмайды, бала көтермейді. Оларға жамбас керек жоқ. Ал еркекте иық үлкен болады. Өйткені ол баласын көтереді, анасын, қару-жарақ, туысқанын көтереді, кейде басына шыққан әйелін көтереді. Ал әйелдерге иық керегі жоқ. Өйткені әйелдер басына шығармайды. Ол жерде де екі бөлек. Қан әйелдерде бөлек, еркектерде бөлек. Мүлдем қосамайды. Еркекте 5 литр, әйелде 3 литр қан болады. Профессор мырза, ал еркектер неге қан аз? Көп, керісінше. Көп, неге көп? Өйткені ішіп қояды ғой. Кім ішеді? Әйелің ішіп қояды да, бойдақсың ба, бір несің ғой, не сен? Иә. Дұрыс айтады. Ал жақ сүйекке келетін болсақ, жақ сүйек еркектерде өте салмақты. Анда-санда бір қимылдайды. Ал әйелдерде жақ сүйек өте нәзік, жұмсақ. Әйелдерде көп қимылдайды. Еркектерде анда-санда бір рет болды қойсаңшы енді деп. Әйелдер оған жақ сүйек тоқтамайды, қимылдай береді. Сол кезде оларға еркектің қол сүйектері көмекке келеді. Оны көрген әйелдің жақ сүйектері одан бетер қимылдайды. Ал не істейсің? Сол кезде ақылды еркектің қол сүйектері қойшы деп кетеді. Бірақ әйел жақ сүйек қалмайды, есікке дейін барады. Қайтадан қайтады. Осындай боп тұрады. Бұл жерде мүлдем осындай да боп тұрады. Мүлдем басқа. Екеуі екі бөлек жаралған. Сондықтан әйел жақ сүйек ол үшін емес, күйеулеріне ұрсу, балаларына ұрсу үшін емес. Әйел бала тәрбиесімен айналысу керек. Сол үшін көп сөйлеу керек. Жақсы сөздер көп айту керек. Соған қарап баланың тілі шығады. Сондықтан бізде ананың тілі, ана тілім арым бұл, ұятым бұл. Тұр бетте өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген бар. Бізде сондықтан айтпайды. Әке тілі деген жоқ. Әке баланың тілін кіргізіп жібереді. Батя тілі деген жоқ. Иә, ондай жоқ. Әке құлақ шекеден ұрғанда, әкеге қарап сөйлей алмайтын болып қалады. Сондықтан әйел ошақ қасы, еркек ел басы дейді.